12 мамыр математика сабағынан құрама фигуралардың ауданы атты тақырыпта сабақ өттім. Ең алдымен оқушыларды түгендеп, көңіл күйлерін сұрап, сабаққа дайын екенін сұрадым. Және де сабақ барысында тақырыпты ашу үшін әртүрлі сұрақтар қойылып отырылды. Әр берілген жауаптың артынан бағалау жүргізіп отырдым. Және сабаққа қатысты видеоролик жібердім. Видеороликте берілген есептерді шығарып, чатқа және жекеме де жіберіп отырды. Бұл роман жарыққа шыққалы қанша жыл өтті? 5-ші тапсырманың әсі. Нұрлан ойлаған санына 95.200. 7-ші тапсырма берілген. 5-ші тапсырманың әсі. Нұрлан ойланған санды 69.259-ды қосты. Шыққан нәтижені Әр берілген есептерді мұқият қарап отырды және шығарды. Үйге тапсырма берілді және сабақ түсінікті болған болса, кері байланыс жасаймыз деп кері байланыс жасадым. Әркім өз ойларын айтып, түсінбеген жерлер болса, онда сұрап отырды.